Кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды 5 минутта дайын болатын таңғы астың, яғни бутербродтың жасалу жолымен бөлісемін. Бір жұмыртқа ыдысқа салып, үстіне дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Осы жұмыртқаны табаға май құйып саламыз. Жұмыртқаны әрі-бері қозғаймыз. 1 минуттай күтеміз. Жартылай пісу керек. Үстіне 2 нанды саламыз. Кішкене басамыз үстін. Содан кейін аударамыз. Тағы бір 30 секундтай ұстаймыз. Үстіне колбаса, сиыр салдым. Жұмыртқаның шетін жабыстырамыз және нанды аударамыз. Бутерброд дайын, ас болсын.